3 жыл туғам, 46 жыл. Әкем бұрын Қырғызстанның Қарақолынан өткен екен. Содан Қытайға барып, сол Қытайда қоныстанып, Қытайда өсіп өніп, сояқтан содан 14 жасымда үйлендім. Жолдасым Дәуланған қайтыс болып кетті. Қайтыс болып кеткеніне ол кісінде бір 7-8 жыл болып қалған шығар қайтыс болғанына. Сөйлемесе де біреудің ала-жөнін аттанмайтын, қолынан бір үйдің тіршілігін істеп, бала шағаларына емге кетіп, балаларына ақылын айтып жүретін кісі болатын. Өте момын болатын, біреуге артық сөз сөйлемейтін, балам ақыл айтып, сол танысып, жігітпен қыз болып, сырласып жүрген адам емеспіз біз. Әке шешеміз кімге бере, соған кете беретінбіз. Әке шешеміздің ұлықсаты менен той жасап, ұзатты. 62 жыл қолдарынан ұзатылып кеттік. Бияқа 62 жыл еттік. Құшағымда 2 айлық қызым болған. 68 жыл өткенен бияқта совхоздың қойын бақтық. Жақсы передовой чабан болды. 9 бала болды. 1 жыл 6 қызым болды. Балалардың саны менен зейнеткер болып пенсияға шықтым. Істеген жұмысыма қарай бәріне. Сонымен сол балаларды өсіп жетістікке жеткен жеріміз бар. Балаларымызға жақсы тәрбие беруге тырысып, шамамыздың келгенше жолдасымыз екеуміз тәрбиеледік, оқыттық шамамыздың келгенше. Әрқайсының өзінің қолында дипломдары бар. Әйтеуір алалынан нан тауып жеп, алалынан тіршілік істеп, алалынан жақсы бала болып өссін деп тәрбиеледік. Жаман емес, барлығы жақсы. Барлығы бір үйдің семьясын құрып, немере сүйіп отыр. Немерелерім, шөберелерім өсіп өніп жатыр. Қыздарым бар тұрмыста, балаларым бар үйленген, барлығы балалы шағалы. Солардың арқасында күш қуатым болып, шапқылап жүріп жатырмын балаларым қасынан. Немерелерімді көріп, үйленіп кеткен қыздарым, балаларым көріп. Қырғалтабайға келгелі жаман болғанымыз жақсымыз. Енді бір несі үлкен қызым, сол Қытайдан өткен қызым бұл жаққа келіп қайтыс болып кетті. Бірақ та орында бар оңалады деп қазақ айтады ғой. Қазір оғызында балалар өсіп, бар немере сүйіп, шөбере сүйіп отыр. Одан кейінгі қызым үйленіп, ода қазір келін алып, қыз ұзатып, ода немере шөбере сүйіп, өсіп өніп отыр. Барлығы жаман емес, бәрі жақсы. Кіші баламның қолында мен қазір, үлкен балам ол өзінше докторат, отбасы бар, одан немерелі шөберелі болып отыр о баламда. Кіші баламда қазір балалары, немерелерім бар қолымда. Сонымен жаман емес, біз жақсымыз, ағайын туысқандарымыз бар. Еліміз заман, заманымыз тыныш болсын деп, балаларын тілеуін тілеп, бала шағалардың қасында отырмын. Жақсымын деп ойлаймын енді, бақыттымын деп, бақытты кемпірмін деп ойлаймын енді.